Біздің әбден сыртымыз мұсылман болып болды. Жаңағыдай киім кию, тақия кию, сақал қою, жаңағы балағын кесу деген секілді намаз сыртқы бейнелеріміздің бәрін мұсылман қылып болды. Бірақ ішкі жан дүниелерімізді кезіндегі біздің аталарымыз айналысқан, айтып өткен сол жалпы сол нәрселерден сәл алшақтап қалған көрінді. Жалпы қоғамда ол көптеген сын пікір болды, бірақ намаз оқиды, бірақ сол баяғы әдеті, ал ол деген тек қана ол Аллаға құлшылық ету, мұсылман болу тек қана жаңағы құлшылықпен ғана шектелмейді ғой. Оның жалпы ішкі жан дүниесі, мінезі, жаңа бүкіл сол нәрселерді қазір осы ихсан бағыты соның бәрін насихаттайды. Жаңа бүкіл амалын қойып ертең қияметте оның мінезін қойғанда сол мінезді басып кетеді таразыны. Сонда жақсы мінез құлық иесі сол нағыз мұсылман сол деген секілді. Сол секілді уәдеде тұру, аманатқа қиянат жасамау, біреудің ақысына кірмеу деген секілді нағыз осы ішкі жан дүниені тәрбиелейді. Діннің де негізгі бірінші мақсаты сол ішкі жан дүниені тәрбиелеу ғой. Мысалға да дінге келген кезде бірінші исламның ең бірінші 5 парызының бірі сол калима шахадатты айту. Оны жүрекпен, тілмен айтып, жүрекпен бекіту. Мысалы жүрекпен ішкі жан дүние бірінші. Содан кейін барып намаз, содан кейін барып ораза басталады. Ал сол сияқты бұл ішкі сол жан дүниені сол жаңа айтқан ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Алладан басқа Аллаға сеніміңді осы жердегі соны нығайтатын, сол ілім, соны күшейтетін. Ішкі Аллаға деген сенімі күшейген сайын ішкі жан дүниесін тазалау нәрсесі міне. Соған қарай қазір жұмыстарымыз өте көп жұмыстар жүріп жатыр. Насихаттарымыздың да бағыты, діни басқарманың да 4 бағытының бірі осы ішкі жан дүниені тәрбиелеуге арналып жатыр.